Сәлем достар, сіздермен бірге Нейрон. Бүгінгі видеода біз қалай мидың жұмысын жақсартып, концентрацияны арттыруға болатын жайлы айтатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, комментарийға видео жайлы өз пікіріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгін мен сіздерге қалай мидың ішіндегі ең маңызды нейромедиатор, яғни мидың қозғаушы күші ацетилхолиннің деңгейін жоғарылатуға болатынын айтамын. Себебі ацетилхолин есте сақтау қабілетімен тікелей байланысты. Ацетилхолин бұл нейромедиатор, яғни қарапайым гормон секілді жұмыс жасайды, тек нерв жүйесінің ішінде. Нейромедиатор дегеніміз нерв жасушаларының бір-біріне ақпарат жеткізуіне көмектесетін химиялық зат. Егер нейромедиатор болмаса, нерв жасушалары бір-бірінен ақпарат ала алмайды. Ацетилхолин есте сақтау, жаңа білім алу, ұйқы, концентрация, жинақылық, сергектік, қырағылық қасиеттермен де тікелей байланысады. Ацетилхолиннің деңгейі төмендесе, жүйке жүйесінде мәселелер туындайды. Ол шеткі жүйке жүйесінің басты нейромедиаторы болып табылғандықтан, демалу, ас қорыту секілді процестермен де байланысады. Бұл нейромедиатор көптеген ішкі ағзаларды басқаратын кезбе нервпен де тікелей байланысы бар. Сонымен қатар, қуықты басқаруға көмектесетін Паркинсон ауруы, Хоббл секілді аурулар кезінде қолданылатын антихолинергиялық препараттарды қабылдаған адамдарда есте сақтау қабілетінің жоғалуы байқалған. Бұл жанама әсерлер ацетилхолиннің төмендеуінен болуы әбден мүмкін. Ацетилхолиннің пайдасы жайлы ақпараттармен таныс болсақ, енді ацетилхолинді жоғарылататын өнімдерге көз жүгіртейік. Ацетилхолинді жоғарылату үшін құрамында холині көп өнімдерді тұтыну керек. Себебі нерв жасушаларында ацетилхолин холиннен жасалынады екен. Бірінші орында жұмыртқа. Жұмыртқа сарысының құрамында өзге өнімдерге қарағанда көбірек холин кездеседі. Екінші орында сиырдың бауыры, үшінші орында қара жидек және де тағы да басқа өнімдер. Сонымен қатар организм ацетилхолинді жасай алу үшін оған көмекші құрылымдар керек. Осындай құрылымдардың бірі В5 витамині. В5 витаминін кез келген тағамның құрамынан табуға болады. Бірақ алкогольді тұтынатын адамдар В5 витаминін оңай жоғалтып алады екен. В5 витаминінің жетіспеушілігі туындау үшін аптасына бірнеше рет алкогольді сусын ішсе жеткілікті. Және бұл процесс ацетилхолиннің түзілуіне кері әсерін тигізеді екен. Ацетилхолиннің түзілуіне келесі көмекші құрал цинк. Цинкті теңіз өнімдерінен шөппен бағылған сиыр етінен табуға болады. Сонымен қатар ацетилхолиннің түзілуіне магний керек. Магнийді хлорофилдің құрамынан табуға болады, ал хлорофил жапырақты көкөністердің құрамында бар. Келесі көмекші құрал марганец. Марганецті фундуктың, макадамия жаңғақтарының жапырақты көкөністермен теңіз өнімдері, теңіз орам жапырағы құрамынан кездестіруге болады. Маңызды пункттердің бірі омега-3-ті жеткілікті деңгейде қабылдау. Ол балықтың құрамында көп кездеседі. Көк шай құрамындағы фитонутриент арқылы ацетилхолиннің деңгейін жоғарылата алады. Сол себепті қан қысымымен мәселелер болмаса, көк шайды да ішіп тұру керек. Қызықты факт, тағамдық өнімдерден бөлек дұрыс ұйқы мелатониннің көмегімен және нормадағы көмірсулардың деңгейінен бөлінетін инсулин де ацетилхолиннің деңгейін жоғарылатуға көмектеседі екен. Достар, осымен бүгінгі видеомыз соңына жетті. Ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, және комментарийға видео жайлы өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі көріскенше.